Рахмет. Келесі әріптесіміз Бустаев мектебі. Қамытбаева Шолпан Кабиевна, ағылшын тілі мұғалімі. Бастай берсеңіз болады. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Мен Кешімхан Бостаев атындағы Қазақ мектеп гимназиясының ағылшын тілі мұғалімі Қамытбаева Шолпан Кабиевна. Менің сіздерге ұсынатын әдістемелік құралымның тақырыбы күрделі мәтіндерді меңгертудің тиімді жолдары, оқушыға бағытталған оқыту әдістері. Бұл әдістемелік құрал 9-10 сынып оқушыларының әдеби және ғылыми мәтіндерді терең ұғынуға, талдауға және сыни тұрғыдан бағалау дағдыларын дамытуға арналған. Өзектілігі: қазіргі уақытта жоғарғы сынып оқушылары үшін ағылшын тіліндегі ақпараттық кеңістікті меңгерту мен күрделі әдеби және ғылыми мәтіндермен тиімді жұмыс істеу ерекше маңызға ие. Халықаралық бағалау жүйелері, мысалы IELTS, TOEFL деген сияқты бағалау жүйелері оқушылардың күрделі мәтіндерді түсіну дағдыларын бағалауға бағытталған. Осы тұрғыдан алғанда, ұсынылып отырған әдістемелік құрал оқушылардың күрделі мәтіндермен жұмыс істеудің тиімді тәсілдерін үйретуді мақсат етеді. Мақсаты күрделі мәтіндермен жұмыс істеу барысында оқушылардың мәтінді терең түсіну, талдау, маңызды ақпаратты іріктеу және оған сыни тұрғыдан қарау қабілеттерін дамыту. Енді міндеттері: оқушылардың ғылыми және әдеби мәтіндерді оқи отырып мазмұнын түсіну және қабылдау дағдыларын жетілдіру. Мәтіннен басты ой мен маңызды ақпаратты анықтап, талдай білу қабілетін қалыптастыру. Мәтін мазмұнын мазмұндау, қорыту және негізгі ойды ажырата білу машықтарын дамыту. Мәтінмен жұмыс барысында сұрақ қою, жауап беру және өз ойын жүйелі жеткізу мәдениетін қалыптастыру. Осы әдістемелік құралды жасау барысында мынандай әдістемелік технологияларды қарастырдым. Әдістемелер мен технологияларды. Бірінші, сыни ойлауды дамыту технологиясы critical thinking approach, мәтін мазмұнын талдау, пікір білдіру және дәлелді қорытынды жасауға бағыттайды. Келесі, CLIL content and language integrated learning әдісі пәндік және тілдік білімді қатар дамытуға мүмкіндік береді. Келесі, жобалық project based learning оқушылардың зерттеу, талдау және шығармашылық қабілеттерін арттырады. Және де осы оқушыларды күрделі мәтінмен таныстырғаннан кейін осы мәтінді кестеге немесе диаграммаға салу ұсынылады. Мұнда бұның бір артықшылығы: оқушылар кесте мен диаграммаға енгізгеннен кейін визуализациялауға көмектеседі. Келесі, рольдік ойындар. Рольдік ойындардың мақсаты мұнда оқушыларға мәтінді кейіпкердің әрекеттерін өзі орындауға мүмкіндік беріп, мәтіннің эмоциялық, психологиялық және әлеуметтік аспектілерін түсінуге жол ашады. Мысалы, The Gift of the Magi шығармасындағы Делла мен Джимми рөлін ойнай отырып, олар өз ойларын білдіріп, шығарманың негізгі тақырыбын талқылай алады. Бұл әдіс мәтінді түсіну барысында оқушылардың белсенді қатысуын, сондай-ақ эмоциональды тұрғыдан мәтінге тереңірек енуін қамтамасыз етеді. Келесі, топтық жұмыс. Мұның мақсаты топтық жұмыс оқушылардың бірлесіп жұмыс істей отырып мәтіннің негізгі ойларын анықтауына және өзара пікір алмасуына мүмкіндік береді. Келесі, пікірталас. Бұл әдіс оқушылардың сыни ойлау қабілеттерін дамытуға, өз көзқарастарын дәлелдер арқылы қорғауға және басқа пікірлерді тыңдауға үйретеді. Бұл әдіс әсіресе күрделі ғылыми немесе әдеби мәтіндермен жұмыс істегенде өте тиімді. Келесі, құралдар мен платформалардың түрлері. Мысалы, Padlet платформасын пайдалансақ, мұнда оқушылардың шығармашылық ойларын бөлісуге және жұмыстарды жеткізуге мүмкіндік береді. Келесі, Kahoot. Бұнда білім беру
Максаты колдонулатын ойын платформа бул платформада окуучуларды кызыктуу тапшырмалар аркылуу белсендендирүүгө мүмкүндүк береді. Пайдасы кызыктуу әрі бәсекелестик элементтери бар ойын түрүндө окуу процессин жеңил әрі көңүлдүү этеді. Сонымен корта келгенде, әдістемелік құрал оқушылардың мәтіндермен жұмыс істеу қабілеттерін дамытуға бағытталған жүйелі және тиімді шешімдер ұсынады. Оқушылардың мәтіндермен жұмыс істеу дағдыларын дамыту мақсатында алынған нәтижелер олардың оқу сапасын арттырып, сыни ойлау және түсіндіру дағдыларын дамытуға мүмкіндік береді. Назарларыңызға рахмет. Айыбыз одан осымен аяқтады. Рахмет. Сау болыңыздар.